Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге қысқаша фильм арнасы. Бүгін біз 2018 жылғы «Форма воды» атты фантастикалық триллерге шолу жасайтын боламыз. 1962 жылы қырғи қабақ соғыс кезінде Оккама аэроғарыштық зерттеу орталығы болды. Бұл Мэриленд штатындағы Балтимор қаласындағы құпия үкіметтік зертхана еді. Элиза Эспосито атты мылқау әйел онда тазалаушы болып жұмыс істейді. Ол кинотеатрдың дәл үстіндегі кішкентай пәтерде тұрады. Элизаның өмірі күн сайын бір-біріне ұқсап жатқан іш пыстырарлық еді. Балалық шақтан бастап Элизаның мойнында тыртықтар болды және ол үнемі олардың қайдан шыққанын білгісі келетін. Көршісі Джайлс орта жастағы суретші. Элизаның ең жақын достарының бірі. Басқа көршілер де оған жалпы жақсы қарайды, өйткені ол сыпайы және мейірімді әйел. Жұмысқа дейін ол автобуспен келеді және ол жерге келгенде сүйікті әріптесі Зелда Фоллермен амандасады. Ол басқа әріптестер Элизаны ренжітуге немесе қорқытуға тырысқанда әрдайым жақтайды. Олардың екеуі де кеңселер мен басқа кеңістіктерді таза ұстауға жауапты. Олардың жұмысы жоғары басшылар пайдаланатын кеңселер мен бөлмелерді бақылап өтуден тұрады. Жұмыс ауысымдарының бірінде бастықтардың бірі зерттеу орталығына оңтүстік Америкадан тауып алынған жаңа және өте құнды нысан әкелінгенін хабарлайды. Контейнер бөлмеге ішіндегі сұйықтықпен әкелінеді. Сонымен қатар осы жобаға жауапты Ричард Стрикленд онымен бірге жүреді. Элиза контейнерге жақындағанда ішінен бір нәрсе оны ұрып жібереді. Барлығының назары соған ауады. Тазалаушы дос қыздар қорқып кетіп, бұл нысаннан шығып өз жұмыстарына кіріседі. Ерлер дәретханасын тазалау кезінде Элиза мен Зельда полковник Стриклендпен кездесіп қалады. Ол өте жағымсыз еді. Біраз уақыттан кейін тазалаушы қыздар контейнер орналасқан бөлмеден айқай естиді. Стрикленд дәлізге сол қолындағы екі саусағынсыз шығады. Күзетшілерді оған көмекке келуге мәжбүр етеді. Тазалаушыларға бұл бөлмені қаннан тез тазартыңдар деп тапсырды. Элиза еденге бір шелек су шашқанда полковник Стриклендтің жетіспейтін екі саусағы бұрыштан шығады. Элиза оларды ауруханаға жіберу үшін пакетке мұқият орналастырады. Ол контейнерге жақындап келіп қараса, объект дегеніміз амфибиялық адам екенін анықтайды. Элиза бұл жаратылысқа қатты таңданып, келесі күні қосмекендіні тағы бір рет көру үшін бұл бөлмеге қайта оралады. Ол контейнерді ақырын қағады, бірақ нысан жақын жерде тұрған шағын бассейнге көшірілген екен. Ол оның назарын аударуға тырысады және піскен жұмыртқаны ұсынады. Келесі күндері Элиза ол бөлмеге үнемі кіріп, оған қайнатылған жұмыртқаны беріп тұрады. Ол тіпті оған граммофондағы музыканы тыңдатып, мылқаулар тілін үйретеді. Ол амфибиялық адаммен кездескенде өзін әлдеқайда бақытты сезінеді. Элиза контейнердің алдында билеп тұрады. Осы уақытта доктор Ровет Хотстайтлер, ғалым Дмитрий Масенков есімді атпен жабылып жүрген орыс тыңшысы Элизаның амфибия адамымен тығыз байланыс орнатқанын көріп қалады. Ол бұл туралы өзінің кеңес кураторына хабарлайды. Бұл жаратылыс ақылды және сөйлесе алады екен деп. Бастық Сетлер мұны елемейді және ол жаратылысты өлтіруді бұйырады. Яғни америкалықтар өздерінің ғылыми зерттеулерінде одан әрі ілгерілей алмас бұрын. Кездесулердің бірінде Элиза қосмекенді адамның шағын платформаға байланғанын көрді. Ол жерде Стрикленд оны қинайтын еді. Стриклендтің бастығы генерал Хойет ғарыш техникасын одан әрі зерттеу үшін нысанды өзіне алғысы келеді. Стрикленд Хойетті сендіре алады, олар вивисекция жасауы керек. Яғни тірі тіршілік иесіне операция жасау. Элиза олардың әңгімесін естіп қалып қатты қиналады. Ол Джейлдан бұл тіршілік иесін босату үшін көмек сұрайды. Егер ол ештеңе жасамаса, онда қосмекенділер міндетті түрде өлетінін біледі. Элиза сөйтіп көндіреді. Ақыры Джайлс оған көмектесуге келіседі. Біраз уақыттан кейін Хофстетлер бастықтарымен тағы да кездеседі. Олар оған қосмекендіні өлтіру үшін улы сұйықтық шприцтер мен ампулаларды береді. Хофстетлер олардың бұйрығына бағынуға мәжбүр. Сонымен қатар Элиза мен Джайлс қосмекенді үшін қашу жоспарын жасауда. Ол өзінің суретші ретіндегі шеберлігін фургонға жазу арқылы пайдаланып, және өзі үшін жалған жеке куәлік жасатып жатыр. Зертханада Стриклендтің барлық назары Элизаға ауады. Ол әдейі бір стакан суын төгіп тастап, әйелді кеңсесін тазалауға шақырады. Ол Элизаға қырындайды, содан кейін қыз кетіп қалады. Хофстетлер уларды дайындай бастайды. Элиза бейнебақылау камераларын бір жаққа бұру арқылы өз жоспарын іс-әрекетке келтіре бастайды. Стриклендтің кабинетінде Хофстетлер Элизаның жоспары туралы біледі және оған көмектесуге бел буады. Содан кейін ол объектісі бар бөлмеге қарай барады. Элиза Хофстетлерді көргенде қорқып кетеді. Ол оған қосмекендінің жыныстық қатынасын түсіру үшін кілттерді береді. Зельда жұмыстан кетіп бара жатқанда ол Элизаның бірдеңе жоспарлап тапқанын сезеді және оны табуға бел буады.
Элиза амфибия адамды кір жуатын арбаға итеріп жібереді де, Джайлс белгіленген жерге бара жатқанда оны дәлізге апарып үлгереді. Ол ғимараттан өтіп кетуге тырысады, бірақ сәтсіздікке ұшырайды. Осы уақытта Зельда Элизаның жоспары туралы біледі. Хофстетлер жарылғыш құрылғы арқылы қуатты өшіреді, және ол кірген кезде Джайлсты тоқтатқан күзетшінің мойнына улы шприцті тығады. Олар қосмекендіні фургонға сәтті түрде жүктеп кетіп қалады. Сонымен қатар Стрикленд пен қауіпсіздік қызметі шығатын жаққа қарай асығуда, бірақ үлгермейді. Бұл оны үмітсіздік пен ашулануға әкеледі. Элиза, Джайлс және қосмекенді оның пәтеріне аман-есен жетеді. Олар оның ваннасын, ғажайып тіршілік иесінің денсаулығын сақтау үшін Хофстетлер өзімен бірге алып келген сумен және химиялық заттармен батырады. Біраз уақыттан кейін амфибия адамның жағдайы жақсарады. Біраз уақыттан кейін ол судан тыс жерде болды. Бірнеше күннен кейін жаңбыр жауған кезде Элиза оны жақын маңдағы каналға жіберуді жоспарлап отыр. Ол суға толып, мұхитқа оңай қол жеткізуге мүмкіндік береді. Зертханада Стрикленд және оның командасы олардың нысанын ұрлап, ұрылардың қалай қашып кеткенін түсінді. Келесі күні кешке Элиза мен Зельда жұмысқа келгенде Стрикленд олардан жауап алады. Бірақ олардың мұны істегеніне күмәнданады. Ол екі әйелді, соның ішінде біреуі мылқау, жоғары қауіпсіздікпен жабдықталған үкіметтік зертхананы сәтті тонай алады деп ойламайды. Сол уақытта Джайлс пәтерде амфибия адамды бақылап жатып ұйықтап кетеді. Жаратылыс ваннадан шығып, оның пәтердегі мысықтардың біреуін жеп қояды. Осыдан кейін оянған суретшінің қолын тырнап, пәтерден қашып шығады. Қатты уайымдаған Элиза нәтижесінде оны төменнен кинотеатрдан тауып алып, оны пәтеріне қайтарады. Қайтып оралғанда қосмекенді Джайлстың басына және оның жарасына қолдарын қояды. Бір күні түнде Элиза ұйықтай алмай, ол ванна бөлмесінде тұрған қосмекендіні тексеруге барады. Сөйтіп ол киімін шешіп, ваннаға кіріп кетеді. Өмірінде бірінші рет Элиза біреумен бір қандайда байланысты сезінеді. Оның өмір бойы қатты қалайтын махаббаты қазір оның өміріне келді. Және ол өмірдің жаңа мағынасын тапқанына қуанышты. Осы уақытта Хофстетлер үйінде еді және оған орыс бастықтары келеді. Бір қауіпті сезініп, ол пышақты қолына жасырады, бірақ ештеңе де болмайды. Сөйтіп олар кетіп қалады. Бір күні таңертең Джайлс оянып, оның басында бұрын таз болған жерде шаш өсе бастағанын байқайды. Сонымен қатар ол қолындағы кесілген жері де толығымен жазылыпты. Бұл кезде Элиза мен қосмекенді бір-біріне өте жақындасып кеткен еді. Олар тіпті бірге жүзуі үшін жуынатын бөлмені суға толтырып қойған еді. Бұл бүкіл үйде судың ағып кетуіне әкеледі. Театр иесі бұған шағымданады. Джайлс жуынатын бөлменің есігін ашуға мәжбүр етеді. Аппаратураға оралғаннан кейін генерал барып Стриклендқа 36 сағаттан кейін олар нысанды, яғни қосмекендіні базаға қайтару керек екенін хабарлайды. Әйтпесе, оның мансабымен қоса өмірі де аяқталады. Бір күні таңертең Элиза үйге келіп, амфибия адамының күн сайын әлсіреп бара жатқанын түсінеді. Олардың айырылуына дайын болмаса да, Элиза оны жіберетін уақыт келді деп шешеді. Элиза екеуінің бірге бола алатын әлемді тіпті елестете де алмайды. Оның қиял әлемінде әдемі музыка ойнап жатыр. Ол ән айта алады және оның өміріндегі махаббатымен бірге билейді. Осы уақытта Хофстетлерді оның бастықтарының бірі атып тастайды. Осы сәтті уақытты күткен Стрикленд екі бастығын да мылтықпен өлтіріп тастайды. Өзі әрең жатқан ғалымды жаратылыс туралы ақпарат алу үшін Стрикленд азаптайды. Ол тазалаушылар мұны алдап қосмекендіні босатып алып кеткенін біледі. Ол сол жерде ашуланған күйі Зельда және оның күйеуі Брюстерден жауап алуға қарай асығады. Стрикленд қосмекендіні табуға тырысқаны сонша өзін маньяк сияқты ұстай бастайды. Зельда үшін қорыққан күйеуі жаратылыстың Элизамен бірге екенін мойындайды. Бұл үшін Зельда күйеуіне ұрсады, одан кейін Элизаға ескерту үшін асығады. Стрикленд дабыл қағып, тазалаушының пәтерін ақтару үшін кетеді. Ол тым кеш келген еді және қосмекендіні шығару жоспарланған жер көрсетілген күнтізбені көреді. Стрикленд каналға жүгіріп келіп, Джайлсты ұрып түсіріп, қосмекенді мен Элизаны атып тастайды. Тағдырын қабылдай отырып, ғашықтар қолдарынан ұстайды. Осы уақытта Джайлс аяғынан тұрып Стриклендті құлата алады. Кенеттен амфибия адам орнынан тұрып, оқ жарақаттарын емдей бастайды. Стрикленд таңданып, қосмекендіні Құдайдың бір ерекше жаратылысы деп атайды. Ал ол Стриклендтің тамағын тырнақтарымен кесіп тастайды. Полициялар келгенде амфибиялық адам Элизаның қолынан ұстап суға қарай секіреді. Ал Зельда мен Джайлс оларға қарап үнсіз қоштасады. Қосмекенді Элизаны су астында сүйіп, мойнындағы тыртығын ұстайды. Жаратылыс Элизаны суда емдейді және оған ешқашан тыртық болмағандай мойнындағы желбезектері арқылы демалуға көмектеседі. Олар су астында қалады. Ғашықтар бақытты және олар мәңгілік бірге бола алады.
Достар, соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Арнаға жазылуды және жаңа бейнелерді жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға осындай тәтті махаббат пен тек жақсылық тілеймін. Келесі кездескенше.